Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Эфирде кітап қазына хабары. Бүгінгі хабарымыздың қонағы Малғаждаров Қасиет Кәкенұлы, Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы, қауымдастырған профессор. Ал Қасиет Кәкенұлы, студиямызға қош келдіңіз, хабарымызға қош келдіңіз. Енді сіз негізінен тіл мамансыз дегенмен де барлық зиялы қауым өкілдері әдебиетті, көркем әдебиетті жақсы көреді ғой. Өзіңіздің көркем әдебиетке деген құмарлығыңыз қандай? Осы туралы айтып берсеңіз. Мен жалпы бұлай әсеке ойламаппын. Тілші боламын, тілші болғанда тілді ғана оқимын деп. Өзі бұрыннан жаным осы өнерге, әдебиетке жалпы солай болғанын анау өзінің іс-әрекетін білдіреді да. Соның бірінші маған ұнайтыны, енді мектептен, интернаттан, анна-мына оқыған кезде ол кезде міндеттеуші еді ғой. Көбіне жаңағы жазушылардың анау бірінші мектептен бастайтын болсақ, батырлар жырынан бастап, ертегілерден бастап бүйтіп әкелді да. Сосын кеңес өкіметіне жаңағы жазушылардың несін бәрін оқыта бастады. Бірақ кейін келіп өзім өлең ақын жаза бастадым ғой. Бір қызығушылық болды ма білмеймін. Әйтеуір сол кезде бір сезім оянды ма? Интернатта оқып жүрген кезде. Сол поэзия қызықты. Кімдерді, қай ақындарды оқыдыңыз сонда әсіресе? Әсіресе менде көбіне мысалы Мұхтар Шахановтікі. Балладалар керемет. Мұхтар Шахановтың өзі тартатыны, ол өзінің тарихын жазып отқан сияқты қылып жазады да мысалы. Уақиғалы, сюжет. Уақиғалы. Мына бір өлеңді өзім терме қылып оны біреу тартты, мен содан бірден отырып неден берген кезде мен соның мақамын өзім салып алдым бірінші рет. Тартқан кезде. Мықтылардың күйін шертіп өтірген деген несі болады ғой бір. Соны қарап отырсам, сол өзі туған кезде Мұхтар Әуезов Абай жолының бірінші томын жазып бітірген 1942 жылы. Анам кітап Мұхтардың кітабының қасына апарып кішкентай сол өлеңінен қарап отырсам, сонда ойладым, Мұхтар Шаханов сонда 1942 жылы туып отыр. Абай ғанамайды. Мұхтар Әуезовтың Абай жолының 4 несін білеміз ғой. 1942, 1947, осы айтыр ғой. Сол 42 жылдан бері осы кісі көп еңбек етіп, одан кейін өзін көрсете білді, ақиқат жолында, басқа нелерде. Бұл кісінің өлеңі жаттауға да оңай. Сосын әңгіме айтып отқан сияқты, қарапайым. Сондайларға бейімделіп, поэзияны оқуға құштар бастадым. Бұл кісінің жаңағы 4-5 поэмасын жатқа біліп, жарыстардың арасында қатысып, сөйтіп жаңағы өлеңдерінен термесін тартып, қайсы термемен тартылады, қайсы ән салып. Ал енді Мұхтар Шахановты басқа бәрін жақсы көреміз, бірақ көп ақындардың ішінде әнге жазылған өзі әнде шығарды ғой. Мұхтар Шахановтың өлеңдері көбі әні бар. Ақпан тиек, мен саған ғашық едім деген. Қарап отырсаңыз, Шәмші бірге жазған өлеңдер қашама көбі. Сондықтан сол Мұхтар Шаханов. Одан кейінгі мысалы прозалық шығармалардан кімдерді, жазушыларды, қандай жазушыларды жақсы көресіз? Бірінші бізге жаңағы өзіміздің жерлестерден мысалы жаңағы көзге түскен Сәбит Мұқановтың өмір мектебінен, Естай Мырзахметовтің жаңағы медеттен басталды ғой. Содан кейін ақырын кеңейе беріп, Мұхтар Әуезовтерге де бастады, сосын тағысын тағылар. Қасиет Кәкенұлы, сонда өзіңізде өлең жасыңызда өлең жазған екенсіз ғой, поэзиямен айналысқан екенсіз. Басында сол бір шембайлап көрдік енді. Ал енді сол жақсы көрген ақындарыңыздың өлеңдерін жатқа оқитын әлі де оқисыз ба? Әлі де оқимын. Кім бересіңізді қазір мәселені оқып жүрсіз? Мысалы маған кімдікі шумақтап айтатын болсақ, Күләш Ахметованың несін үлгі болсын деп, жастарға деп қарапайым тілде жазылған, сосын бос сөйлемесін, бірінің сөзін бірі қайталамасын. Бізде кейде де мысалы кураторлық сабақтарда айтып қаламыз ғой. Жеңістен мен жеңілістен тұратын тірлік күрес жеткізер ме мұратын, сол тірлікте керек екен бір адам жүрегіңді жақынырақ ұғатын, кездеріңде қиянаттан құлаған, кездеріңде қиянаттан жылаған, жұрт аяйды, бірақ сенің жаныңда қалмайды ешкім қалатын бір адам. Осындай ленелерді үзіп әрқайсысын аламын. Мысалы Күләш Ахметова болады. Содан Арман Қартай тағы
бетіме қарап көрген деген сондық таба алмай жүрген басында бұл жерде бір қате кетті ау деп сөйтсем жаңағы мұғалім Қатаевтың ненің алдындағы бір өзі жазып қойған несі екен. Қайтейін жұрттың бетіме қарап күлген, керегі қанша үлдемен маған бүлденің, білмейді ау ашып жүрген адамда менің де қолым біреуге жетпей жүрген деген. Сондай нелер қысқа көп нелерді аламыз. Одан кейін о махаббат бастарын біреулердің біріктірдің пәлеге, біреулерді іліктірдің, сен менің жүрегімнен жылап шығып басқа жанның кеудесіне күліп көрдің, тәттісің ау махаббат, қаттысың ау махаббат, ғажапсың ау махаббат, азапсың ау махаббат. Осындай нелерді алып аламын жаңағындай. Әр ақындардан сөйлеп тұрғанда өлеңдерді қосып оқып тұрасыз. Оқимын. Әрлендіріп. Әрине керек. Жастарды қызықтырып дейсіз. Өте жақсы. Ал енді Қасеке, бүгінгі таңда жастарды кітапқа қызықтыру, осы поэзияға қызықтыру тұрғысынан не айтар едіңіз? Поэзияға қызығушылық бар. Жастардың арасында, әсіресе мен студенттерге көрдім ғой, өздері жазатындары бар, бір жаңағы қысқа жазуларға өте қызығады. Меніңше ойлаймын, кітапқа қызықтыруды жаңағы ол өзінің ұстазына байланысты. Бірінші, тәрбиелеп тұрған мектепте болсын, қайда болсын, қызықтыра білу керек. Ол міндетті түрде мысалы бірінші жаңағы педагогқа байланысты. Қалай беру керек? Ол білу керек ол мысалы. Әрине ұзақ қазы енді жарамайды. Қазы сюжетті нәрселерге көп, күрделі сюжет, қызықты жаңағындай. Және де жаңағы қазы ғаламтану несімен кішкене байланысты, кішкене ішінде фантазиясы бар. Ол қазық ақырын әкел жатыр соған, мысалы қарап тұрсаңыз. Сонымен ақиқат пен ненің арасындағы несі кішкене былай жақындастыру дүниесі бар қазір. Бұрын мысалы аңыз дегеніміз қазір өзі өмірде болып келе жатқан жоқ па? Аңыз ертегінің бәрі жүзеге асып кетіп жатыр. Осындай дүниелер. Содан кейін әдейі мұғалім, педагог мықты болу керек. Мысалы қалай қарайсыңдар? Осындай кітапта осындай жердемде шығыпты. Соның несін қайсын қарадыңдар? Дұрыс емес деп сондай нелерді сілтеп жүрген кезде олар сол кезде ғана ағай қай жерде ол? Қандай кітап? Барып оқимыз. Барып оқыңдар деп. Өйткені мен Мағжан Жұмабаев атындағы облыстық кітапхана ғой біздің. Бір жылда барып жаңағындай том-томдап не түсті. Лера эпостардың несі. Соны жаңағы біреуін алып қалып қарасам, баяғы біздің кезімде оқығанда біз керісінше жазып қойған. Бір вариант дейді, бір болмайды. Сонда да біз мектептен оқыдық, анда оқыдық, мұнда оқыдық, бәрі оқыдық, институтта оқып талдап жатыр, жағымсыз кейіпкер деген бар. Қалай ол мынау? Қозы көрпеш Баян сұлудың несін басқа нұсқасы ма? Басқа нұсқасын ору деген. Содан әгі студенттерге айттым, барып оқыңдар ма? Сондай қызық бар деп? Иә, сондай бір жаңадан жазылыпты. Олар да сенбейді, бізге мұғалім бұлай еді. Иә, біз де солай оқыдық. Маған нанбады. Соны мен бәстесті. Сіз өтірік айтып, әдейі. Егер де мен жеке қазір қалай бәстесін, соны барып оқыған өздері көзі жетті. Сондай бір интрига жасап отыру керек та. Сондай қызықтырмаса. Мәселелер тауып отыру керек. Тауып отыру керек. Оған мысалы балаларға келешек, өйткені олар қазір бәрі интернетте отыр, бәрі қолында сотка. Олар тиктоктан шықпайды. Соны ақын анда-санда ақылмен жеңіп, қызықты бір нәрсені көрсетіп, өйткені интернеттен бәрін табылмайды, олар қазақи дүние жоқ екенін айту керек. Шындығында келгенде бүкіл қазір қарасаңыздар, қазір көпшілігі басқа бағытқа, қызықтыру басқа бағытқа кетіп бара жатыр. Ал қазақи дүниеде, қазақи контент бізде қалыптаспаған. Осы жағын енді әзірше осы кітап арқылы жазатын болса жазушылар, шағын қызықтырып бір немен жазса, әрине айтатын адам болса оқитын адам табылады. Көп рахмет. Қасиет Кәкенұлы келіп, арнайы уақыт бөліп бізге осындай ұлағатты әңгіме айтып бергеніңіз үшін көп рахмет. Ісіңізге жеміс тілейміз, аман сау болыңыз. Жақсы, рахмет. Осымен қадірлі көрермен, кітап қазына хабарының кезекті көрсетілімін аяқтаймыз. Аман сау жүріңіздер, кітап оқыңыздар.